Танхулу, яғни шыныдағы жемістерді дайындаймыз. Балалардың сүйіп ұнататын тәттісі. Жасалуы оңай. Қантқа су құйып, басында қайнағанша көбірек отта ұстаймыз. Қайнағанда лимон қышқылын қосып, орташа отта алтын қоңыр қай түске енгенше қайнатамыз. Сироптың температурасы 140 градустай болғанда суық суға тамызып тексереміз. Сол кезде карамель созылмай қата қалу керек. Бұл өте маңызды. Жалпы қайнауына 25 минуттай уақыт кетті. Таңдағанда дәнсіз жидектерді алған жақсы. Жемістерді жуып, қағаз сүлгімен құрғатамыз. Шпажка немесе суши таяқшаларға ыңғайлы қылып кигіземіз. Сироп дайын болғанда әр жемісті малып немесе жеміске құйып, бірден мұзды суға батырып, сол жерде 5-6 секунд ұстаймыз. Сол кезде жемістер карамельде қата қалады. Кейін суық жерде сақтаймыз. Жасағанда абайлаңыздар, саусақ күйіп, тіссіз қалу қаупі бар. Жалап жеуге кеңес беремін. Ал ыдыс аяқ қатып қалып жатса, су құйып қайнатсаңыздар таза боп шыға қалады.